Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында сыныбаралық кітап оқу марафонына қатысушы 8-ші Б сынып оқушылары Шәкәрім Құдайбердіұлының анық-танық кітабын оқып, шығармашылығымен, өмірбаянымен таныстық. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі немере інісі. Әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерінің алдыға апарушысы, ізбасары. Жастайынан жетім қалған Шәкәрімнің ғылым білім қууға деген бейімділігін және ерекше зеректігін аңғарған Абай оны қамқорлығына алады. Былайғы өмірін ғылым білім қуудан бөлек ән салу, домбыра тарту, гармон ойнау деген сияқты өнерлерге арнайды. Біз сыныбымызбен Шәкәрім Құдайбердіұлының анық пен танық кітабын оқып, дін, иманым, арман, жастарға деген шығармалармен таныстық. Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға. Кей жастар біз бітілі жол табайық, арам айла зорлықсыз мал табайық. Өшпес өмір тылсымас жан берерлік, бір данышпан ақылды жан табайық. Сақ болайық, бір шоқып, бір қалайық. Қарауылдар мезгіл ғой, жыр қарайық. Сіз айтқанмен өзгенің бәрін адам, жалыналық Абайға жыр барайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы анық пен танық. Ойлаңыз, ақыл білім қайда болмақ? Денеде қандай орын жайда болмақ? Білу нану, ұнату ақыл ісі. Қайтсе зиян, қайткенде пайда болмақ. Дегенде менің бұл өлеңнен түсінгенім. Адам барлық нәрсені анықтай біледі. Сондықтан Шәкәрім Құдайбердіұлы өз ұрпақтарына барлық нәрсені анықтанды, бірақ кейбір әдеттерге мүлде жоламаңдар деген екен. Жасынан жеттік білдім Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жасынан жеттік білдім түрік тілін. Сол тілге аударылған барлық білім. Ерінбей еңбек еттім, еңбек жанда жарқырап қараңғыдан туып күнім. Оятқан мені ерте шығыс жыры, айнадай айқын болды әлем сыры. Талпынып орыс тілін үйренумен надандықтың тазарып кеткен күнім. Қалқаман мамыр 1722 жылы тарихи оқиғаға байланысты шығарған дастан. Авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жас жігіт Қалқаман мен ару қыз Мамыр бір-біріне ғашық болып қосылғанымен, екеуі де бір рудан болғандықтан салт дәстүрді бұзды деп, екеуі де өлім жазасына кеседі. Мамыр өз туысының қолынан қаза табады. Ал Қалқаман өзін өлім жазасына кескен Кеңгірбай бидің "Енді сен жазадан құтылдың" деген сөзіне тыңдамастан, үстем тап өкілдеріне өкпелеп, Бұқара жаққа кетеді. Дастанда Қалқаманның ол жақты өсіп өніп, ұрпағы жүзеге жеткені айтылады. Бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл ән бұрынғы әннен өзгерек әнін орындаймыз.